Сәлем достар, бүгінгі жасайтынымыз дастарханның көркі болар бантик булочкасы. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Бірінші жұмыртқамызды аламыз, қантымызды қосамыз және ерітілген сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан құрамға үстіне ашытқымызды саламыз және жылы сүтімізді құйып араластырамыз. Араласқан консистенцияның үстіне алдын ала електен өткен ұнымызды салып жұмсақ қамыр илейміз. Егер илеген қамырымыз кішкене сұйықтау болып жатса, үстіне ұн қосуға болады. Елеп болған қамырымызды бетін пищевой пленкамен жауып, 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашқан қамырымыз дайын болды. Қамырымызды алып бөлшектейміз. Қамырымызды теңдей етіп, домалақ формаға келтіріп, тағы 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды жайып, видеода көрсетілгендей қылып кесіп аламыз. Пышақтың көмегімен істесе де болады. Және алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Булочкамыздың бетін жұмыртқаның сарысы және кішкене сүт араластырып, бетін әсемдеп шығамыз. Пешімізге 15-20 минутқа салып пісіріп аламыз. Өте жұмсақ және әдемі булочкамыз дайын. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.